Дүниежүзілік финанс базарларында қорқыныш қамашкөздік индекслері. Қазіргі уақытта көпшілік трейдерлардың финансылық базарларда жетістікке ерісе алмауының тек арғы себебі оларды техникалық білім яки анализдерден жетіспеулігінде емес, бәлкім тек арғы фактор есептелінген психологияда. Айне соның ішінде қорқыныш һәм ашкөздік сияқты сезімдер сауда процесінде үлкен қателіктерге алып келеді. Қазіргі уақытта Қарақалпақстан трейдерларынан бұл қателіктер өз нәубетінде шектеліп өтпеген. Қорқыныш бұл қауіпті сезіну, ямаса бай бермесі қалеу болып есептелінеді. Бұл трейдер сауда процестерінде қорыққан уақытында сделкаларын ертерек жауып қояды, стоп-лосс профит зоналарына жетіп бармастан. Одан қала берсе өзінің сауда позициясында, яғни сауда режесіне әмел етпей сауда істейді. Ізбез минус болғаннан кейін уже саудаға кіруге және қорқып бастайды. Нәтижеде не керекті тәртіптегі, жетерлі тәртіптегі пайдадан да махрұм болып қалады. Көздік болатығын болса, бұл көбірек пұл істеу қалеу болып есептелінеді. Саудагер сауда процестерінде ашкөз болған уақытында өзінің сауда режесінен көбірек сауда істейді, һәм нәтижеде саудагерге психологиялық басым түсу нәтижесінде овертрейдинг, яғни hadден тысқары сауда қылу арқылы алынған пайдаларының барлығынан махрұм болып қалу мүмкіндігі жүзеге асып барады. Одан кейін барып алынған пайданы қаплап қоямын деген нәтижеде рискларды контрол етпестен үлкен риск қылу нәтижесінде де бүткіл капиталды сілек қылып қою жағдайына шекем алып келеді. Қорқыныш һәм ашкөздік сезімдерін қандай контрол етуіміз керек дейтұғын болсаңыз, бірінші нәубетте әлбетте өзіңіздің жаратып қойған сауда планыңызға қатаң тәртіпте әмел етуді үйренуіңіз зәрur. Базарда сіздің психологиялық сезімдеріңізден көре фактілерге таянып сауда істейтұғын болсаңыз, әлбетте жетістікке ерісу ықтималдығыңыз жүде жоғары болады. Екінші нәубетте ise әрдайым риск менеджмент қағидаларына әмел етіп сауда істеуіңіз сіздің бұл базарда ұзақ мүдделі сауда процесіңізге жандасуыңызда тек арғы факторлардың бірі болып қызмет етеді. Одан қала берсе, әрдайым ең ақырғысы істеген саудаларыңыздың статистикаларын үйреніп, қай жерде қате қылып жатырсыз, оның тек арғы себептері нелерден ібарат болып жатырды, солардың барлығын жазып трейдинг журнал тұтуыңызда осы сезімдеріңізді контроль етуіңізде тек арғы жәрдемші орнын атқара алады.